Тіпті адам баласы дүниеге келген кезде оның қосақ шайтаны бірге туылады деген хадис бар. Қай уақытта ол қашады дейді? Біз ана бала туылған кезде азан шақырып ат қояйық дейміз ғой. Азан шақырып ат қойдың да өзінің хикметтері бар, даналықтары бар. Сол азан шақырып ат қойған кезде оның қосақ шайтаны қашады дейді. Азан шақырған кезде балаға, нәрестеге. Сол үшін біз туылған балаға азан шақырып есімін қоямыз. Оның аржанда иман сөздерінің құлағына құямыз, оның арғырай хикметтері көп. Бірақ соның біріне адам баласы дүниеге келген кезде оның қосақ шайтаны бірге туылады деген. Сондықтан біздің әрқайсымыздың бойымызда бізді азғырушы шайтан болады. Шайтан жүреді. Адам баласы солай, кейде қарап отырсаңыз, шында да бір жақсы ой сізге келеді. Бұлай жүрген кезде жақсы ойлар келіп жатады сізге. Естеріңізде болсын дейді. Егер сізге жақсы ой келсе, ол періштеден дейді. Оны іске асырыңыз дейді. Кейде сіздің бойыңызға жаман ой келеді. Онда одан сақтаныңыздар, ол шайтанның сізге салған азғыруы ойы дейді. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Алла Тағалаға сыйынуымыз керек. Шайтаннан оған бізге Алла Тағала көрсетіп қойған Құранда Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтамыз біз. Құран оқыр кезде бисмилля айтамыз. Неге? Оны айтқан кезде шайтан бізден қашады.